Шала хайыртының арлығы көрік жылыр. Хабарлар толсылпарды Хакас телевидениесінің көзіден озарачабыз. Студияда Оксана Кайнакова. Василий Васильевич Радловтыңар аның істізік шолыныңар сірір көп немі піліп алғыздар. Пүн тексе телекайғы саблық түркологтыңар көздігінің халғын жашардығының таныстышабыз. Пістің шунға ол пазды хайдық сарының тозалығы болған. Хайдық немі үшін піс аның адын олығылып хумырт қылерге керекпіз. Прай бұл сұрғыларға сірір нандырығы табырзар бұл көздігді. Ең пасты пістің чунға телістіріп көрсе, наука стезікжілері Василий Васильевич Радловтың адын пістің пастағы елбік ученый Николай Федорович Катановның балғалыстыршылар. Катанов Радловтың үгірін жізі болған тіптанықтыпшылар. Николай Федорович Катанов үгірінерге Санкт-Петербургский Восточный факультет секірген. Ол қайте ол позының немесінде бассе, автобиографиясында Николай Федорович, что Радловға базы Березинге, Веселовскул, академиктерге олу алғызын жетірше неменің үшін. Радлов ол фонетика сарының түрк тілерінге қайдар ол тұсты уже қайдадығы олық білістік Европада қайдадар шақсы білістік неме ученый түрколог болып барған. Николай Федорович қайдар үгірінгі саңғын кізі, аны білсепсе прайз ол қайды күстінген. Фонетика сарының Радлов сары базы, білдістік, что анда фонетикалы сары болған, басқа тілерінің сеніп, басқа тілерінің аны көріп, олар айғысыңлар тіл сарының. Санкт-Петербургтағы университеті үгіріншіткін чит студент Катанов ұлық білістігі ученайның тіл тапсығыларын үгірінірге чөріп танысшы. Василий Васильевич Радлов ол тұсты түрк тілік чонырның тапсығыларының алынжы тоқыс басылчы. Бұл тоқыс біздің фонетика северных диалектов адылша. Ол Лейпцигті 1882 жылды сықын. Ол немец тілінің едекстік барған. Ең напастып мен бұл тоқыстың таныс болғым қажын мен аспирантуру дөгіріншіткім. Мен бозым тілінің тапсығыларын істесшем. Мен ол тоқыста апа шытқында менің наука істезігілігі тоқыста ұстап шытқын ұстық жем, маға шөп берген Ада Ирейда Яковлевна Селютина, аның ол тен ең напастып түрк тілерінің түше андығы тегнестірлігі тоқыс ол Василий Васильевич Радлов деп ұлшетен. Сен ол тоқысты позының тоғызыңа қады тегнестірлігі апарығы сақыншетсің ден. Сен ол тоқысты бірай одыр, бірай тілбестерге керек болар. Вия Васильевна үнчоқ тапсығыларының айғыз шытқын кізі Радловтың тапсығылардың арпазылған тоғызын тың пөзік балыпчы. Паза ол тоғызды амда тың керек болчатып танықтыпчы. Тіл аның көздімдерінің қостыры көрзі алыс барған ол біздің тілді ол тұсты х орнына к тіл сонды пүчеткен тапсығы танықтан болы келгенді ол мұның алынды деп болған болары чепістің олам тапсыға айлын барған. Андығы немелер ілезіне сық келгенер. Базы бұл біздің че тапсық ол тіл бүде тістерге аны адапшысы ұртмаршылар. Ше бұлы келгенді ол тапсық бозының качествосын идек алыстышы тепстер. Ол иде пүчеткен тапсық күміс бүде шелі жле бұлпарған жле адирпстер, бүде шле бұлпар едерпстер. Ол амғы чонның тілінде ол уға шақсы истілше қаде ол чен немес әше жле бұлпарғаны танықтылша. Тіл позына тоғызын нехтерге күстінше, анның ары ол тапсығылардың качестволары дек алыс жатқынның палғылысты болырды мен сақытшым. Пазы хозы танықтырға чарир піске таныс үстін зарық Сибирді пазы дзунгар чазыларында чүштіғы түрк чонарының литература көрімнері чындыны қатып сғарырға темніп чыткінді. Аның пазылған транскрипциясын орты оңарып қығыр баларға бұл алтын зарық диалекторының фонетикасы кейінді чақсы болысқан.
опыт тюркских наречий, по-моему, идеалықшы. Вот ол анды мындық танығыларына тұзылмаған. Бұл танығыларына ол пасқын прайда позының, пасқы чүнірдің пазылған неме текстеріне. Біздің мынды идех ұчырыпшы, мынды көрірге чарер буквачы бар, біздіңде білтістік. Идех мынды аның бұл неме Дж латинский ұчырыпшы. Вот мындық Дж латинский ол туғасшы бұл қызылырдың пазылған текстерінде. Бұл сағайлардан анда прайчырды бірші. Мұнды ұчырыпшылар амға тұсты тұзылын меншітін сөстір, иргін бұрғын сөстір. Анағар бұл түлбістігі четкінді аны білдір үшін біз Радловтың словарина айлын жыңыз. Анды қайбіре сөстерін біз тапқапыз идех. Алтынзарх диалекторның фонетикасы кендіні табылырға ситік, Вия Васильевна аны хобырып алған болзы. Сүстік, ол түрк тілерінің сүстік сыныны задылча Хакниялінің библиотекасында бар. Түпшіткінді бізге оға тұзылығы болған Василий Васильевич Радловтың сүстігі. Біздің библиотекада бұл сүстік сығарылған, мұнда сілі көршезір. 8 том, ол сығарылған 1960 жылырды. Бұл сөстікті Василий Васильевич Радлов 1859 жылда бастан. Анда да ол Алтай тіліне көрінісқан. Анда да аның методикасын же Алтай сөстерін ол немец тіліне тілбістілген. Анар бұл сөстікті біз идех көршепіз. Мында берші түрк тілінің базылған сөз. Аның орыс тіліне тілбістігі, идех аның немец тілінде қаде тілбістілі бірғаны берші. Бұл сөстіктерді темініп шыткінді ол тұзылынған қырқа чағын тілдерінің базы диалекторының. Бұл сөстікті амғы тұста тұзылын мен шытқан білістік немес сөстеріні табарға чарир. Амынды бір пастағы алып таңымық аймек адылшы. Ан ол пасқан си суды. Ол аймекді анды ұчырыпшы бір сөз бірігізі. Анды алыпты өдір піскен сонды. Кізлер келіп ол алыпты кеске салшылар. Ол кес анды ақ құрлық кес адылшы. Анар мынды ақ сөзді біз білшіпс. Құрлық сөз бірде черді чық болған. Мен енжі бір сөздіктерді көргіліп бізгі мал чық болған. Анан бұл сөздікті мен ол сөзді тапқым. Анды бұл ол басшы разукрашена, разрисованная. Анар біз мынды тілбіз ішінде ех арцықыз белая, разрисованная войлық. Кашма. Андық бір сөзді қыпс. Аның идек, анда мен чоқтан болғым сақпы сөз. Сақпы бөріктір кескінір. Біздің сөздіктерді бұл кемнің Виктор Яковлевич Бутанаевтың Хакасский этнографический исторический сөздігінде анда сақпы бөрік ол қыстырының бөрігічілі көсті барған. Біз Радловтың бұл сөздіктерінде сақпы бөрікті ол басшы немі бұл товардың еділген бөрік. Анда ана орыс бөрігі түпкесіші. Бұл текстерінде анда ұчырыпчы қары сақпы бөрік. Ең қостыр қары бөрік. Идех алтын сақпы бөрік. Алтын сақпы бөрікті біз тілбіз депсі алтын чіпікінің қостылған бөрікчілі. Мындағы көздімнір хостыра көршеп спүнгі декунды Василий Васильевич Радловтың еткен 9 хайдық тұзылық болча. Николай Федорович Катанов сарайланзы. Ол Радловты көздімчілі алжан. Шұртыстарыда оларының түйіп болған тіптанықтып жапстың катановед Клавдия Ивановна Султанбаева. Көп мындық чыларында қадет етерлер түй оңдайлар сықлы сықсын. Көп тіл пілдері, шақсы пілдері, аны пағызбалары. Радлов ол тұсқа уже позының транскрипциясын мұндағы грамота жоқ кісілерге ол итсылған. Аның транскрипциясын Николай Федорович тұсылынып, бұл қашын мұнда поз экспедиция болғанда, ол аның транскрипциясы хостыра мұндағы пістің шонардың
неме фольклорның прай басылып салған. Мұндақ біздің хакас тілінде орыс тіліне келіспен жеткен өнер бар, я тапсығылар бар. Ол тапсығыларды прай Радлов еткен оңдайның басылап ше. Ол көніздің түпше аға дүйстінші. Базы мұндақ қыри неме сақсы келген. Николай Федорович музейлерге қайтарқын жың. Нинче бар мұндық шонлардың, аймақ басқа шонлардың я по экспедиция арасында шығын прай кебазақ мұндық жақсы кебазақтарын, хамнардың түйірлерін. Ол ғыринің, мен сақыншым ол Хайдар Радловға түйіңдейлік болып барған. Василий Васильевич Радлов андық немелерді бірде шидірбі жың, шаспы жың, и шонды Хайдық неме тоғас бар, ол аны қашында алып ал жың. Аның прай ол музейлерге шылып барған. Басы мұндық неме сезінгім тоғыс арасында. Икізде өкіртші болып тоғынғында, мұндық неменің шалықшысының арсағын мен шонға қайты тозайдарының ерсағынып, көп немелер учебниктар, өкіріншігін книгалар басылып салғандар. Наука тоғызында да олар бір чолжы барғанар, чонға тозылығы боларға көз салғанар. Радлов ол мұндық ашқы шарықта кісі болса, ше неме нұғаданың өкіріншілер арасында аның прай білесін, прай аның қайды опыт болғанын қашын үйлік жас ол аспар пысқандылы, андыдылы арылып сықыныр аны, честі өт бол сықыныр. Аны алында қадеті тыңны таң кертін мен әрбі таң саған қынар ол. Бұл серінше барып сасыдаспен андық сетікс тұғасқанды. Сол барбан, сөйбір заның андық Петербургта қалған. Прай занды жұттастарын ол тозылын 1918 жылды. Ну, и аның пүнгі тұсты барқа жақтары наука сабылып, Казаньда база-басы гордарды жұтты бар селер. Андағы оқысын ученыйның хлин Радловта танықтыпча пу проекттың ұстығы жүзі. Ол үйір чұртан 8-10 час асқын. Аныңар 4 часына читкін, даны сонды бұчит ученыйлараны иткін доғыстарын критика аматып тартқанар. Анды олардың постарының сықтығылары болған. Радлов бұзы немец кізі. Анараға мұнды үйдек сетік болжын доғынырға. Андығда болса, ол қаде чоқты жын. Қадығда академик болсын, директор болсын, но керік дейдір ол сұрыныстық пүчіктерінің жүрі жын. Анды тестерді одыр жын. И аның қостыр ол бұзының анды қылығы сықтанды, ол көп немеге жеткен. Иде ол бұл пұрмудық сөз жылды күнсткамерға Петр Великийдің адын еді болған, ненже анда жүргін пәчіктерінің. Иде ол жылды ол асқын азиатский комитет по изучению народу Центральной Азии. Ол комитет позы ұстып сықын. Ол комитет 1900 жылдың 1918 жылға 4 тоғынған. Ол комитеттің қостыры бері Майнагашев келген за экспедицияны. Ол андығы немені ұрық көріжін. Анар ол аны едіргі күс құрытсыда ол позын пөсік саны бәжін. Ол наукаға саңа перінген кізі болған. Анар наукаға тұзы болыр үшін иде неме чүрі. Андық ұлық білістік, махачы, сын ученыйның еткен тоғызы сылтанды сағым піске өбікілер пістің мұның алнындағы чоқтарын қиғыр балырға оңдай бар. Евгения Семеновнаның тілбістінің түрк еллерінің асты бүткін литература көздігілері сериядағы екінші томынды. Олар аны сағамғы литература тіліне келістіріп, ұлық тоғыз еділген. Біз мұнды Радловтың сықтанды көршіпс 1893 жылды хакастырын қайдығы немелер жоқты жыңыр.
Қайдық оларның фольклор болған. Қайдық тілінен, қайдық фольклор оларны болған. Пазы Радловтың сығарғын текстері олар цензурға кірбенір, қайди базылығын олар идеқ сықыныр. Анар мұнды қықыршықтың кізіндер олар көрірлер. Қайди олар басылып барғаныр. Қайди кізілер чоқтың жыңныр ол тұсты. Ол зарин уға тұзулық. Радловтың үгірін жүзіне санапшылары Николай Федорович Катановты. Анның сылтанды Николай Федорович Катанов келген бер олдыры ұлық экспедицияны түрчіл ұлмынды жүрген. Анар пістің прайзыда пре кейбірлер немелерді үгіріншісі Катановтың сықын бұл оқ середі сықын кендізіні тұзыңчылар. Призарны бедесағынзы Радлов болған бұлзы Катанов арсапері келбесішкше ол басқа тілерін ойғызарчық. Аның бұзының үгіруде жақсы болған. Кем Радлов аны бұзын ұшының үгірінір. Күстен экспедицияның немеді бізген. Олы қоңден чоқтерге чарер Степан Дмитриевич Майнагашевті. Менне жоқ сақышым. Ол монархтың барған кізі, анар Радлов идеқ аға күстік берген болыр. Бұзын ұшының бастерге үгірінірге. Анар пістің фотографиялар пішіпсі ауыл сұрған. Идеқ бұл белгтірлердің тигіртай андығы немелеріні. Пістің үгірдігі кізлер науканың посттарын ұшының үгірінерінде ол керекті Радловтың қолы барық болған. Зақшын еде. Пазы танықтыпсыларға керек Василий Васильевич Радлов түрк тілік брайда чонырның тілін пазы тархының үгірінерінді олу хозым еткен наукас тізгі жізі болча. Пістің чонға тізің, қайдық тұзылық тоқстарын піс бұ төрт чартықты чоқтап қысқы жықты көст берерге күстін гіпс. Мындық ұлығы чонайның адын пістің чон пілзін, ұлығылызын. Паза Евгения Семеновна Торкованың чоғының аның адын хұмыртқылырға керек. Хади Алтайлар, аның адының ұрымыларын адыпчалар, тывалар, хұмыртқы чарды қысчалар. Пістің чон Василий Васильевич Радловтыңар күбарық білзі арсы андығоқ сағысқа келер. Президенттің гранты хостары республиканың композиторлар пірігізі пазы піршаяшы тоқстемніп салды. Шоқ парша ширім пайытып сарыныр пазы тақпықтыр шындызыныңар. Саблығы шаяшыларының тақпықшыларының сарынарының пасқы андар керілген пасқы-пасқы аймақтарды қайрылышытқын тақпақтар. Бұл кенді музыка үгірді шоқта кізлерге уға тозалығы болар. Хакасиядағы Хазна телекомпаниясының Хакас редакциясы 6 жыл арызына қайдығылы көздігілер темнебен. Едіп ұнады сырыр Хакас тіліне тілбістілген мультфильмлеріне сақсқы керкіргізір. Пөнгі көзі дебісті қысқы жақ фильміне першебіз. Аны темнерге қабысқыныр Россияның Паза Республиканың саблық артистері. Мені болдым, апастар шатса. Ой, ох, білмей. Жылар. Қайдезір даврақ баршазар. Үрнеместім. Шет бол жүргім. Төкі тағзар шүкір жүргім. Торабыға сілі. Там керіскім. Бүйін бен сақ берділер. Ерістік тақыптан таптырым келгенде. Қанық шүртерге керек. Бұл времяда қанық шүртабыздың базаға дейтші. Біреді қызны алақтырып сіздерға керек. Біреді мені алақтырып сіздер. Бірсінде мандығы неме болған.
Үйден мұқлай. Қайдың қайдығыдыр? Ноғай демеуіңіз бас түршеді. Ой. Қайдың болар. Бақпырдың барим. Аның бақпырды жасып сөйдіңмізі? Аның жақсым жоғын. Ақшам жоқ, е? Құлай. Контора зарақша ақыл келтірді. Қыздар ақшелдер? Жүгір. Сені париж. Сен? Аның ей! Бері отдаушы! Шарым шиyon! Арым жылбы, ого! Менің жоқтас беде мұның зоның. Кізі ойнанны қадиғы маға тарынчын. Мен де тарын, мен де маға ойнап салсалар. Анам, менеп, фермазар, ота барсаларға дем. Қайда қотты? Қайда қотты? Аның бағдаростағы рулонларын же. Анан кеше қара апар солғаманда қайда сақыстыған нандыра партыша. Андыз білбейді. Я барсаларға дем. Қомай болар. Қомай? Я. Есі директорға қоптықсын болар. Аябыз. Мен де білгім, ол совхоз оды болған. Қар олмаға боз юқтан. Бұл керек соның управда, қаролда менің ізіні спинжі. Қарол, тылас істің ме қарол? Қарол, молы қылай лақ бартыр. Алырыз же жүрші. Молтықтық бір айды датылап салап түпше. Мұқлай? Сенің бас керігі түпше. Саға қыжын чытқын. Аның нұғы милицай скірбинчесер тыласта кіріп бол барар. Аябас. Шемин ивзер барим. Че соплот бодыр. Қажын азық. Исен? Жабық. Амда жабық. Че қайды шұтас? Ақырын кәлші. Мұқылай. Қаролға тоғасқым. Оны тұсалтырбын. Ол сосқа соғырқшы. Сені сорынған келер кәтіп. Мылтықтық. Сенің мылтығың бар, я? Анаңар жүгір. Бол спир. Сақыпша сені занды. Ибді. Өлен мен жетім. Жоқ.
Болыс берерге керек. Я, Болспен қайды етірсін жүгір. Ше барим. Сонын қаролға тоғасқам. Амдейзін есе. Сынапта қынық шүртерге керек. Апрелді қызалақтарға қыне жоғыл. Олық придезді кештін менше. Анаңар ол күн сынымаларды жоқтан чам. Кештін менжелер. Ватандығы неме? Хакасияда регионар арасындағы көшір шеткен Ахип фестивалерче. Аның программызы уға алғым. Республиканың театрлары пунада тұрғызылған, шешуның қынғын ойынары бұлпырғын шаяшы тоқыстарын көздірлер. Драматургтарының пазы режиссерларының ұзын палып, опытарын теледергі хабазырлар Россияның саблығы театр деятелері. Ойынарыны пүйнің сығары көріп аларға шәрер. Фестивалінің пұшырдығы пасталар пидегі культура турызында өніз шасты. Бұ шаяшы проекттар сондағы программаларды алғыды көзділер. Мұның пістің тозыбыз тослча, Хакас телевидениесі сірерге шапсық көздігілер темніпші. Таңды поқ тұста пісті көріңер. Аным жұқтар.